Сәлем оқырман. Мұса мен Роза осы жақында бір жаңалық айтқан болатын. Ол не десеңіз, екеуі дос болып қалатынын айтқан болатын. Шынымен де жақсы жұп шығып, алда той болады деген ойда едік, бірақ болмады. Нақты ештеңе айтпады жұптық туралы. Мұсаның айтқаны тек бізді қараламағаныңызды сұраймыз. Розаның жағынан ағаттық, әлде менің жағымнан дұрыс болмады дегені жоқ. Тек солай шештік, дос болғанымыз әлде қайда жақсы деді Мұса. Соншама жұп болып, осылай дос болып қалатынын кім білген. Қаншама жан күйерлері бар, бәрінің көңіл түскені анық. Сіздер қалай ойлайсыздар, жұп болуға не кедергі болды? Ара қашықтық па әлде Мұсаның өзі үйленуге дайын емес пе? Махаббат болғанда бәрін жеңетін еді, өз ойларыңызды жаза кетіңіз. Бір болайықта екеуі танысып бастағанда Мұса Розаны ақша үшін қабылдады. Біреулері Мұсаның Розаға деген көз қарасы бөлек дейтін. Бәрібірде ештеңе шықпады. Ал көрерменнің пікіріне көшейік. Жар таңдаудан қателеспе, өмірде бір рет қана үйленесің. Роза керек емес. Адал шынайы қыз жолықсын. 4 жыл іздеп тазға жолықпа, қыздарды таңдап. Негізі Роза жақсы қыз ғой, әдемі, сабырлы, ақылды. Оған кез келген адам ғашық болады, жүрегі бос болса. Ал Мұсаның жүрегі бос болмағасын. Ара қатынастарында сыйластық болғанымен. Розаға жігіт тарапынан шынайы махаббат жетіспеген сияқты. Соны түсініп ара қатынасты тоқтаттау. Ұрыс, керіс, қырылсанда шынайы махаббатпен қарым қатынаста болған дұрыс. Мысалы Хамрахул мен Диана, Серік пен Бұлбұл. Ізбасар мен Асел жиі ұрсып қалса да, шынайы махаббат пен шынайы бақытты. Мұса ақылымен Розаға үйленгісі келді. Әрекет жасады, түк шықпады. Жақсы көріп кете алмады, тек бауыр басты. Мұсаның жүрегіндегі қызы Аружан ба, әлде оған дейінгі қыз ба білмейміз. Қай қыз болса да жүрегінен шынымен жіберіп, отношение бастау керек. Мұса үйің құтты болсын. Роза осы үйге береке, құт әкелетін келін болады. Роза жолы болғыш қыз, білімді, сабырлы, рухани бай қыз. Халық не айтарын білмейді. Біресе Агатаны қосады, Аружанды қосады. Логика жоқ, не келсе соны көре алмай соғады. Осы айтқан қыздар Розаның тырнағына татымайды. Жаман айтқандар көре алмаушылық. Сол қыздармен үйленіп ажырасса қандай сөз қылар едіңдер Мұсаны? Мұса кіммен таныспады, жүрмеді. Бірақ бәрібір Аружанмен жарасады. Аружанмен жарасатындай ешкіммен жараспапты менің ойымша. Дейді оқырмандар, сіз не ойлайсыз?